Сәлем байқадам мектебінің оқушылары. Менің есімім Жансая. Бүгін мен сендерге су туралы біраз ақпарат беретін боламын. Мұқият тыңдап, Лаура мұғалімдеріңнің берген тапсырмасын орындап отырыңдар. Су тіршіліктің негізі. Су біздің өміріміздегі ең маңызды заттардың бірі болып табылады. Ол барлық тірі организмдердің, соның ішінде адамдардың, жануарлардың және өсімдіктердің өмір сүру үшін аса қажет. Су болмаса, жер бетінде ешқандай өмір болмас еді. Су қай жерде кездеседі? Ол өзендерде, көлдерде, теңіздерде, мұхиттарда және жер астында орналасқан. Әлемдегі барлық судың 97% теңіздер мен мұхиттарда, ал тек 3% ғана тұщы суда. Тұщы судың көп бөлігі мұздықтарда, ал қалғаны өзендер мен көлдерде. Судың бірнеше маңызды қасиеті бар. Ол түссіз, дәмсіз және иіссіз. Су жиналып буға айналуы, ал сосын қайтадан конденсацияланып сұйық күйге оралуы мүмкін. Бұл процесс табиғатта судың айналымын қамтамасыз етеді. Жаңбыр жауған кезде су жерге түседі, сосын ол өзендер мен көлдерге ағып қайтадан буланып аспанға көтеріледі. Ал сендер білесіңдер ме, сулардың ішінде мұздықтар 68,7%, жер асты сулары 30,1%, ал өзен көлдеріне бәрі 1,2% болып табылады. Ал адамзат суды ауыл шаруашылығында 7%, өнеркәсіпте 20%, тұрмыстық өмірде 10% қолданады екен. Су сонымен қатар күнделікті өмірімізде де маңызды рөл атқарады. Біз суды ішеміз, тамақ дайындауда қолданамыз, жуынуда, жуындыруда және тағы да басқа көптеген іс-шараларда пайдаланамыз. Бірақ өкінішке орай адамдардың су ресурстарына немқұрайлы қарауы судың ластануына әкеліп жатыр. Ластанған су біздің денсаулығымызға зиян тигізеді. Сондықтан да суды үнемдеу және оны қорғау біздің міндетіміз. Біз суды ысырапсыз пайдаланып, табиғатымызды қорғауға көмектесуге тиіспіз. Есімізде болсын, судың да сұрауы бар.